Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде пиццерияда дайындалатын пиццадан дәмі кем түспейтін, үй жағдайында дайындалатын, қамыры өте жұмсақ болып шығатын, үлкенге де кішінің де көңілінен шығатын қазақша пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, рецепті көңілдеріңізден шығып жатса, комментарий қалдырып, лайк баса кетіңіз. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Пиццамызды қамыр илеуден бастаймыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Сонымен бірге бізге керек болады 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық толар-толмас тұз және 1 ас қасық қант, жылы су. Алдыменен құрғақтарының барлығын ұнымыздың үстіне салып, қолымызбенен астын үстіне шығарып, ұнымызды құрғақ күйінде араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай қолға жабысатындай жұмсақ болып шығу керек. Енді үстінен 1 ас қасық иісі жоқ сұйық майымызды құйып, қолымызбен басып, тағы да кішкене илеп, қамырымыздың бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. 20 минут өткен соң қамырымызды бір қайтарып илеп қоямыз. Тағы да көтерілгеннен соң тағы да бір рет қайтарып илеп, қамырымызды тындырып қоямыз. Қамырымыз көтерілмегенге шейін салмасын дайындап қоямыз. Алдыменен шұжығымызды шұқа етіп, дөңгелектеп турап аламыз. Қызанағымызды да шұқа етіп, дөңгелектеп турап қойдық. Ал ірімшігімізді үккіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Енді пиццамыздың бетіне жағатын соусын дайындап қоямыз. 1,5 ас қасық майонезбенен 1,5 ас қасық кетчупты жақсылап осылай араластырып аламыз. Екі-үш мәрте қайтарып иленген қамырымыз көтерілді. Егерде пиццаларыңыздың қамырының жұмсақ болғанын қаласаңыздар, қамырларыңыз міндетті түрде осындай жұмсақ болып шығу керек. Енді қамырымызды көз мөлшерменен теңдей етіп, екіге бөліп аламыз. Мен осы қамырдан 2 пицца шығарамын. Екеуін 2 түрлі салмамен пісіремін. Нан жоятын тақтайымыздың үстіне ұн сеуіп, қамырымыздың үстіне де ұн сеуіп, оқтауменен қамырымызды өте қатты жұқа да қылмай, өте қатты қалың да қылмай жайып аламыз. Дайын болған қамырымызды противень листімізге пергамент қағазын төсеп, қамырымыз созып кетпес үшін осылай оқтауға орап алып, противенімізге жайып шығамыз. Қолымызбенен кішкене ыңғайлап бортик жасап жібереміз. Қамырымыз піскен кезде көтеріліп кетпес үшін шанышқымен әр жерден шаншып аламыз.
Енді дайын болған қамырымыздың үстіне соусымызды құйып, біркелкі етіп бетіне жағып шығамыз. Соусымызды біркелкі етіп жағып шыққаннан соң, бетіне күштен өткізілген ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Енді пиццамыздың бетіне шұжықтарымызды орналастырып шығамыз. Духовкамызды қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Қызып тұрған духовкамызды пиццамызды 10-15 минут қойып пісіріп аламыз. Пісіп тұрған пиццамызды духовкадан алып, үстіне тағы да ірімшігімізден сеуіп, 2-3 минутқа қайтадан духовкаға қойып аламыз. Мінекей шұжық қосылған пиццамыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шыққан. Екінші пиццамызды енді қызанақпен дайындаймыз. Екінші пиццамыздың дайындалуы да дәл бірінші пиццамызды дайындағандай ешқандай өзгешелік жоқ. Бір қамырдан шығады. Тек қана салмасы екі түрлі болады. Шұжықтың орнына мына жерде қызанақты пайдаланамын. Ал сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бірге пайдалансаңыздар да болады. Бетіне қамырымыздың соусымызды тегістеп жағып алғаннан соң, ірімшігімізді сеуіп, бетіне қызанақтарымызды орналастырамыз. Қызып тұрған духовкамызда пиццамызды 15 минутке пісіріп аламыз. Пісіп тұрған пиццамызды қайтадан духовкамыздан алып, бетіне қалған ірімшігімізді сеуіп, қайтадан пиццамызды 2-3 минутқа духовкаға қойып аламыз. Мінекей қызанақ қосылған екінші пиццамыз да дайын болды. Бірінші пиццамыздың қамырындай, қамыры өте жұмсақ болып шыққан. Әрі тойымды тамақ ретінде де ұсынуға болады. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындаңыздар. Үйдегілерге ұнайтыны сөзсіз. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Сонымен бірге мені қолдап кеткендерің үшін де көп-көп рахмет. Ал тіркелмегендеріңіз болса, менің жаңадан шығатын рецептерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында ұмытпай баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.